Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар. Күндегідей Құрани кәрімнің қазақша мағынасын оқиық. Сафат сүресі Меккеде түскен 182 аят. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Сап-сап тұрушы періштелерге серт. Айдаған сайын айдаушы періштелерге серт. Үгіт оқушы періштелерге серт. Алладан басқамен ант ету дұрыс емес. Бірақ Алла тарапынан басқаға ант етілуі, ант еткен нәрселерде, ант етілген нәрселерге куәлік бар деген ұғымды береді. Тәңірлерің біреу, көктер мен жердің әрі араларындағылардың және шығыс жақтарың Рабы. Рас дүние көгін жұлдыздармен безедік. Бүкіл шектен шыққан шайтаннан қорғадық. Олар жоғары әлемді тыңдай алмайды. Олар әр тараптан атылады. Қуылған түрде олар үшін ұдайы азап бар. Алайда, әлде біреу бір сөз ұрлайтын болса, оны өткір бір жалын қуалайды. Енді олардан сұра. Оларды жарату қиын ба, басқа жаратқандарымыз қиын ба? Шын мәнінде оларды адам баласын бір жабысқақ балшықтан жараттық. Мұхаммед ғалейхиссалам, әрине, бұл жаратылысқа таңырқадың. Олар мазақтайды. Қашан оларға ескертілсе де, олар ескермейді. Бұл мұғжиза көрсе, олар тәлкек қылады. Бұл мүлде ашық жады деседі. Біз өліп топырақ және сүйектер болған кезде рас тірілеміз бе? Әуелгі аталарымызда ма? Дер, әрине сендер қор боп тірілесіңдер де. Шын мәнінде ол бір үрейлі дауыс. Сонда олар қарап қалады. Әттеген-ай, бұл есеп күні екен ғой деседі. Бұл сендер жасынға шығарған билік күні. Жинаңдар, ол залымдарды да, сыбайластарын да, олардың табынғандарын да. Алладан өзге оларға тозақтың жолын көрсетіңдер. Оларды тоқтатыңдар, өйткені олар сұраққа тартылады делінеді. Сафат сүресі 446 бет 23 пара. Сізге де, бізге де осы оқылып жатқан Құранның сауабы молымен болсын. Сау саламатта болыңыздар.